адамның қан тобының тұқым қуалау механизмінің ерекшеліктерін анықтаймыз. Адамның қан топтарының механизмін сипаттаймыз. Оң және теріс резус факторының айырмашылығын салыстырамыз. Кодоминанттылық әр аллель жеке бір белгінің жарыққа шығуына жауап береді. Бірге екі аллельде бірдей дәрежеде жарыққа шығады. Кодоминанттылық аллельмен тіркес гендердің үшінші тобына жатады. Яғни толық доминанттылық, толымсыз доминанттылықтан кейін үшіншісі осы кодоминанттылық. 1900 жылы аустриялық ғалым Карл Ландштейнер қан топтарын ашқан. Карл Ландштейнер 1930 жылы адамдардың қан тобын анықтаған үшін Нобель сыйлығына иемденген. Иммуногематологияның негізін қалаған аустриялық дәрігер. Адамда 4 қан тобы бар. Бірінші, екінші, үшінші және төртінші. Қан беретін адамды донор деп атайды, ал қанды қабылдайтын адамды реципиент деп атайды. Төменде көрсетілген сызбада қай қан тобын қай қан топқа құюға болады көрсетілген. Бірінші топ барлық қан топтарға құюға болады. Яғни 2-ге де, 3-ге де, 4-ге де. Сондықтан бұны әмбебап донор деп атайды. Бірақ бірінші топқа тек қана бірінші топ қана құйылады. Яғни бірінші топ бәріне бере алады, бірақ өзі тек қана бірінші топты ғана қабылдайды. Екінші топ 2-ге бере алады және 4-ге бере алады. Өзі тек қана екінші топ пен бірінші топты ғана қабылдайды. Үшінші топ бере алады үшінші топқа және төртінші топқа. Қабылдай алады бірінші топты және үшінші топты. Төртінші топ барлық қан топтарын қабылдай береді, бірақ өзі тек қана төртінші топқа бере алады. Сондықтан бұл барлық топты қабылдайтын болғандықтан төртінші топты әмбебап реципиент дейді. Ал бірінші топты әмбебап донор дейді. Қан топтарының ерекшелігі Карл Ландштейнер ашқан ол агглютиногенді. Яғни әрбір топтың өзіне тән агглютиногені болады. Бірінші топта агглютиноген жоқ, яғни 0 деп көрсетіледі. Екінші топтың агглютиногені А әріпімен белгіленеді, үшінші топтың агглютиногені Б әріпімен белгіленеді, төртінші топтың агглютиногені А, Б әріптерімен белгіленеді. Оған қарсы әрбір топта агглютинин болады. Яғни егер бірінші топта агглютиноген жоқ болса, бірақ агглютинин А және Б агглютинин болады. Керісінше екінші топта А агглютиноген болса, агглютинин бетта болады. Үшінші топта Б агглютиногені болса, агглютинин альфа болады. Төртінші топта агглютинин жоқ. Ерекшелігі бұларда да гомозигота және гетерозигота деп бөлуге болады. Бірінші топ тұрақты гомозигота болады, төртінші топ тұрақты гетерозигота болады. Ал екінші және үшінші топ гомозигота және гетерозигота болады. Яғни гомозигота болса 2 үлкен А немесе 2 үлкен Б, гетерозигота болса АО, БО жазылады. Әрбір қан тобының ерекшелігін жоғарыда айтып кеткендей, антиген А және антиген Б тіркесіне байланысты қан топтарын анықтайды. Мысалы, бірінші қан тобында антиген А да, антиген Б да жоқ. Сондықтан ол тегіс болып көрінеді. Екінші топта А антигені болады. Үшінші топта Б антигені және төртінші топта А да Б да антигені болады. Осы суретте көрсетілген. Енді есеп шығарып көрейік. Мысалы, егер ата-ананың біреуінде қан тобы бірінші, ал екіншісінде төртінші болса, балалардың қандай қан топтары болады? Бірінші қан топ гомозиготалы ОО деп жазылса, төртінші қан тобы АБ деп жазылады. Бейнет торын қолдана отырып, бізде нәтижесінде балалардың қан топтары анықталады. Яғни екінші және үшінші қан топтары болады екен балаларында. Келесі есепке тоқтала кетейік. Әкесінің қан тобы бірінші топ, ал шешесінің қан тобы үшінші гетерозиготалы балалардың қан топтарын анықталды.
Бірінші қан тобы гомозиготалы болғаннан кейін ол О деп жазылады. Ал шешесінің қан тобы, үшінші топ, ол гетерозиготалы болғаннан кейін БО деп жазылады. Сонда нәтижесінде бізде балалардың қан тобы әкесі мен шешесінің қан тобындай болады. Яғни бірінші және үшінші топ. Келесі есеп. Перзентханада екі баланы ауыстырып алған Ж және М. Бірінші ата-аналардың қан тобы 1 және 4. Ал екінші ата-аналардың қан топтары 1 және 3. Анализ нәтижесі бойынша Ж-да бірінші қан тобы, ал М-да екінші қан тобы екені анықталды. Балалардың ата-анасын табыңдар. Ж-да бірінші қан тобы, М-да екінші қан тобы. Бірінші ата-аналардың қан топтары 1 және 4. Бірінші топ гомозиготалы О деп жазылады, төртінші топ АБ. Сонда нәтижесінде балалардың топтары, бұл ата-аналардың балалардың топтары 2 және 3 болу керек. Екінші ата-аналардың қан топтары 1 және 3, яғни гомозиготалы ОО және гетерозиготалы БО. Бұл ата-аналардың балалардың қан топтары 1 және 3. Яғни Ж мен Н екеуі ауысып кеткен. Резус фактор. Резус фактор адамдар мен макака резус маймылының аталуы осыған байланысты. Эритроциттердің құрамында болатын антиген. Резус факторды 1940 жылы иммунолог Ланштейнер мен америкалық ғалым Винер ашқан. Резус қақтығысы. Егер RH теріс кісіге RH10 адамның қаны құйса, ол реципиентте сол факторға қарсы антидене пайда болады. Ал екінші рет сондай қан құйылса, бұрын пайда болған арнайы агглютиногендер эритроциттерді бір-біріне жабыстырып, қызметін тоқтатады да адамның өміріне қауіп төнеді. RH теріс жүкті әйелдердің ұрығына RH10 әкесінің факторы тұқым қуалап ауысқанда, жүкті әйелдің қанында ұрықтың факторына қарсы антидене пайда болып түсіп түседі. Ал енді осы резус факторды анықтау үшін мына тапсырманы орындап көрейік. Шешесінің қаны резус теріс, әкесінің қаны резус оң. Баласының қаны резус факторы қандай болуы мүмкін? Бұл тапсырманың, бұл сұрақтың жауабы барлық балалар әкесінің оң резусына ие болады. Ал енді ой түйді. Қан беретін адам. Дұрыс жауабы донор. Универсалды донор деп қандай қан топтарын атайды? Дұрыс жауабы бірінші донор. Адам қанның 4 тобын ашқан және осы еңбегі үшін Нобель сыйлығын алған ғалым кім? Дұрыс жауабы Ланштейнер. Өзінің қан тобын неге білу керек? Дұрыс жауабы агглютинация болмау үшін. Адамда болатын қан топтарының саны? Дұрыс жауабы 4. Донордан қан алатын адам? Дұрыс жауабы реципиент. Агглютинация деген не? Дұрыс жауабы эритроциттердің бірігіп қалуы. Бүгінгі сабақта біз адамның қан тобының тұқым қуалау механизмінің ерекшеліктерін анықтадық. Адамның қан топтарының механизмін сипаттадық және оң және теріс резус факторлардың айырмашылығын салыстырдық. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.